Саламатсыздар ма? Мен Нұрпес Мұқанай Сақташұлы, Рудный қаласының Бейбіт Майлин атындағы 7-ші мектеп гимназиясының дене шынықтыру пән мұғалімімін. Өз пән бойынша мектеп оқушыларды салауатты өмір салтын насихаттауда ұзақ жылдар бойы таланбай еңбек етіп келемін. Сіздердің назарларыңызға өзімнің педагогик идеям, авторлық жұмысымды, ұлттық ойындарды оқу тәрбие процесінде қолдануды ұсынамын. Ойын дайындық кезеңін назарларыңызға ұсынамын. Бірінші тапсырма: таяқша мен допты кедергілерінің арасымен жүргізіп өту. Екінші тапсырма: таяқша мен допты кедергілердің арасымен кейін жүріп өту. Халқым барда салтым бар, сақтап келген. Салтым барда елім бар, жақтап келген. Елім үшін ерлер бар, қорған болған. Ерлер барда адаспас, арман жолдан. Биікке болған самғайды, елімнің жас арманы. Намысын елдің қорғайды, бейбіт күн батырлары. Үшінші тапсырма: бір-бірімен қарама-қарсы тұрып, допты таяқшамен соғу. Ерліктің алаңы, спорт. Ер жүрек жалауы, спорт. Жастар. Төртінші тапсырма: келе жатқан допты аяқпен тоқтату және беру. Бесінші тапсырма: допты денесімен тоқтату және беру. Алтыншы тапсырма: допты қолмен тоқтатып, таяқшамен салып беру. Жетінші тапсырма: қарама-қарсы тұрып, алға жылу арқылы допты бір-біріне беру. Дайынсыздар ма? Бірінші ойынды бастаймыз. Бірінші ойын қазан доп деп аталады. Ережесі: жазық алаңда қазан қазылады және сыртынан шеңбер сызылады. Шеңбердің көлемі 1,5-2 метрге дейін болады. Ойыншылардың арасынан қазан қорғаушы таңдалады. Оның міндеті қазанды қорғау. Қалған ойыншылар шеңбердің сыртында тұрады. Әр ойыншының өзінің добы және қолында таяқшасы болады. Ойыншылардың міндеті өздерінің доптарын таяқшамен ұрып қазанға түсіру. Қайсы ойыншы допты түсірген жағдайда қорғаушымен орындарын ауыстырады. Ойын осылай жалғаса береді. Ер жүрек жалауы, спорт. Жастардың қалауы, спорт. Жеңістің. Қарсылас командаға жалынды сәлем! Өздері орындарыңа. Екінші ойын топтық қазан доп деп аталады. Ойыншылар екі топқа бөлінеді. Бірінші топ шеңбердің ішінде тұрады, екінші топ шеңбердің сыртында тұрады. Ойынның ережесі: шеңбер ішіндегі топ қазанды қорғайды, ал шеңбердің сыртындағы топ қазанды допты сүруге тырысады. Оның кезеңі 10 минут. 10 минуттан кейін топтар ауысады. Қай топ 20 минут уақыт ішінде көп ұпай жинатса, сол топ жеңіске жетеді. Елім барда ерлік бар, мақтанатын. Ерлік барда намыс бар, сақталатын. Намыс барда жеңіс бар, жетелейтін. Жеңіс барда елім бар, еркелейтін. Биікке болған самғайды, елімнің жас арманы. Намысын елдің қорғайды, бейбіт күн батырлары.
Рухым барда салтым бар, сақтап келген. Салтым барда елім бар, жақтап келген. Елім үшін ерлер бар, қорған болған. Ерлер барда адаспас, арман жолдан. Биікке болған самғайды, елімнің жас. Аяқпен қолбен тоқтату болады. Шеңберді секіруге болмайды. Үшінші ойын командалық қазан-доп деп аталады. Ойын ережесі: ойыншылар екі командаға бөлінеді. Алаңның екі жағына екі қазан қазылады және шеңбер сызылады. Шеңбердің ішінде қорғаушы тұрады. Әр команда допты ойын барысында бір-біріне беру арқылы қарсылас команданың қазанынан допты түсіруге тырысады. Ойын 10 минуттан 2 кезең ойналады. Ойын барысында итеруге, аяқтан шалуға, таяқшамен ұруға, төбелесуге тыйым салынады. Туыңды көтерген, ерлікті аңсадың, жеңіске жеткізген батырлар. Елдікті, ерлікті көрсеткен батырлар, ерінбей ел үшін тер төккен батырлар. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, 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 ер жүрек жаулауы. Спорт, 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 жастардың қалауы. Спорт, 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 жеңістің алауы. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, 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 ер жүрек жаулауы. Спорт, 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 жастардың қалауы. Спорт, 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 жеңістің алауы. Ерліктің алаңы. Өз пәнім бойынша мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын сақтауда ұзақ жылдар бойы талмай еңбек етіп келемін. Сіздердің назарларыңызға өзімнің педагогикалық идеям, авторлық жұмысым, ұлттық ойындарды оқу тәрбие процесінде қолдануды ұсынамын. Қазан-доп ойынын жандандыруды қайта оралған дәстүр ретінде насихаттаймын. Ойынның 3 түрі болады. Ойын барысында итеруге, аяқтан шалуға, таяқшамен ұруға, төбелесуге тыйым салынады. Ереже бұзылған жағдайда айып домы ұруға рұқсат беріледі. Қазан мен ұратын ойыншының арасы 8 метр болуы керек. Ойын осылай жалғаса береді. Ойынның ережесін заман талабына сай етіп өзгертуге және қосуға болады. Қазан-доп ойыны арқылы жеткен нәтижем: оқушылардың намыс пен жігерлері шыңдалып, өнер мен ерлік елжандылыққа тәрбиеленіп, шапшаңдылық пен ерлікке бейімделеді. Спорт, спорт, спорт. Спорт, спорт, спорт. Спорт, спорт, спорт. Спорт, спорт, спорт. Елім барда ерлік бар, мақтанатын. Ерлік барда намыс бар, сақталатын. Намыс барда жеңіс бар, жетелейтін. Жеңіс барда елім бар, еркелейтін. Биікке болған самғайды, елімнің жас арманы. Намысын елдің қорғайды, бейбіт күн батырлары. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, спорт. Үшін рахмет! Қарсылас командаға ойыншы үшін рахмет! Енді ойынды қорытындылай келетін болсақ, қазан-доп ойыны көптен ұмытылған ойындардың бірі. Соны қайта оралған дәстүр ретінде насихаттаймын. Ойын ережесін заманға талабына сай етіп, өзгертуге және қосуға болады. Қазан-доп ойыны арқылы жеткен нәтижем оқушыларды намысшылдыққа, шыдамдылыққа, шапшаңдылыққа және төзімділікке тәрбиелеу. Топтық және командалық ойындар ұйымдастырушылыққа тәрбиелейді. Берілген ойын ережелерін таныстырдым деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.